Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода біз сіздермен Taobao сайты мен 1688 сайтының бір-бірінен ерекшелігі жөнінде сөйлесетін боламыз. Каналыма жазылмаған болсаңыз, подписаться деген батырманы басып каналыма жазылып кетіңіздер. Келесі видеоларды жіберіп алмас үшін қоңырауды басып қоюды ұмытпаңыздар. Егер де бүгінгі видео сіздерге ұнап жатырса, лайк басып комментарий жазып кетіңіздер. Алдыңғы видеода менен посредник болып маған зат алуға көмектесесіз ба, сіздің услугаңыз қанша деп сұраған адамдар болды. Инстаграмға жазған адамдар болды. Осы видеоның астына мен өзімнің инстаграмымды жазып кетемін. Сол жерден маған хабарлассаңыздар болады. Мен негізі ешқандай да посредник емеспін. Бірақ сізге ешқандай посредниктің көмегісіз өзіңіз қалай зат алу керексіз, соны үйрете аламын. Яғни онлайн курсыма жазылсаңыз болады. Қазір мен сіздерге осы телефонға арналған чехолды 1688 сайтынан көрсеткім келіп тұр. Бұл чехол байқағаныңыздай 4,90 және 7,90 деген екі бағаны көрсетіп қойып тұр. Егер де 2 штуктан жоғары алатын болсаңыз, сізге тиімді болады. 1 штук алатын болсаңыз, тиімсіз болады. Өйткені 1688 сайты ол оптовиктерге арналған сайт, яғни бизнеспен айналысатын адамдарға арналған сайт. Бірақ кейбір заттарды, мысалы сіз үйге арналған қасық немесе бірнеше балаңызға аяқ киім, соның барлығын бір продавецтен алатын болсаңыз, сізге 1688 сайтынан алған тиімдірек болады. Өйткені 1688 сайтының бағасы Taobao сайтына қарағанда әлдеқайда арзан болады. Кейбір заттар болады, екі сайтта да бірдей бағада тұратын, бірақ көбінесе 1688-де заттар Taobao-ға қарағанда арзанырақ келеді. Осы жерде, мысалы, осы қасықты қарайтын болсақ, 2 коробкадан жоғары алу керексіз деп жазылып тұр. 2 коробкадан жоғары алатын болсаңыз, сізге 13,30 юаньға келеді. Және доставкасы Қытайдың ішінде 6 юань болады. Taobao сайтында Қытайдың ішкі доставкасы тегін. Яғни біздің складқа дейінгі апарып беретін доставкасына сіз ешқандай да ақша төлемейсіз. Ал 1688 сайты оптовиктерге арналған сайт болғандықтан бұл жерде доставкаға ақша төлеуіңізге тура келеді. Екі сайттың бір ерекшелігі сонда. Соны да бір жағынан ескерген жөн. Кейбір заттарды Taobao-дан алған тиімдірек келеді. Өйткені зат 1688-де арзан болғанымен, кейде доставкасы әлдеқайда қымбат болып келеді. Сондықтан әр затты алардың алдында міндетті түрде отзывтарын қарап, адамдардың жіберген суреттерін қарап, және доставкасын есептеп, содан кейін ғана затқа заказ беру керек. Егер де бүгінгі видео сізге ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма жазылып кетіңіздер. Келесі видеода жүздескенше аман сау болыңыздар.